Астана экономикалық форумы жайында сәл кейінірек жалғастыратын боламыз. Ал қазір мемлекет басшысының аймаққа жұмыс сапары турасында ой қозғасақ. Президент Сочиден кейін Батыс Қазақстан облысында ат суытқан болатын. Сапар барысында өңірдің тыныс тіршілігімен танысты және әлеуметтік экономикалық даму мәселелері жөнінде кеңес өткізді. Жиын барысында Нұрсұлтан Назарбаев облыстың дайын өнім шығару ісін ілгері оздырғанын айтып, мемлекеттік әлеуметтік бағдарламалардың жүзеге асырылуына оң бағасын берді. Әрине, соңғы 5 жылда 1,5 миллион шаршы метр тұрғын үйдің ел игілігіне тапсырылуы қуантарлық жағдай. Дегенмен, қуанбайтын да тұстар бар. Bir ғана мысал. Батыс Қазақстан облысы диспропорциялы даму жолына түскен. Шағын және орта бизнеске тиесілі өнімнің 90% Орал қаласы мен Бөрлі ауданына ғана тиесілі. Қалған 11 аудан жабылып 10% құрап отыр. Бұған не себеп? Батыс Қазақстан облысында болып өңірдің ішкі өмірімен танысқан тілшіміз Гүлжан Марқабаеваның бейне материалына кезек берсек. Президент бас сұққан алғашқы нысан Оралдағы жиһаз құрастыру фабрикасы. Отандық жиһаздың сапасын президенттің өзі бағалап көрді. Осыдан 3 жыл бұрын іске қосылған фабрика жылына 57 мың дана жиһаз жасап шығарады. Өзімізге ғана емес, көршіге де жетіп жатыр. Қырғызстан мен Ресейдің бірнеше облыстарынан тапсырыс жиі түседі. Кәсіпорынның қуаты күн санап артып келеді. С этого года начинаем активно выходить на экспорт. Қазақстанның әр облысында біздің жиһаздардың дүкені бар. Биыл толығымен Қырғызстан мен Ресей нарығына шығуды жоспарлап отырмыз. Бізге мемлекет 1 миллиард 700 миллион теңге көлемінде қаржылай көмек берді. Соның арқасында цех аштық, қажетті қондырғыларды сатып алдық. Мұнда ағаштан түйін түйген шеберлер отырмайды. Қиын жұмыстың бәрін компьютер атқарады. Кәсіпорын ұжымы 7-20-25 баспана бағдарламасының іске асырылуын асыға күтіп жүр. Сөйтіп, әрбір қазақстандықтың жаңа баспанасын жиһазбен жабдықтауға әзір отыр. Бұдан бөлек кәсіпорын аумағында мемлекет басшысына индустриялық инновациялық даму бағдарламасы аясында жүзеге асырылып жатқан жобалар таныстырылды. Это все развитие среднего бизнеса очень важно. Поддерживает государство и будет продолжать поддерживать вашу работу. Президент барған тағы бір нысан Жайық агрозауыты. Мұнда ет пен шұжықтың 100-ден астам түрі шығарылады. Тіпті мына қалбардан қазақтың ұлттық тағамында татып көруге болады. Готовый, да? Готовый, все. Қалай жеу керек? Можно открыть и разогреть и кушать. И все. И тесто есть там. И тесто, и это лук, и... Да, это помидор. Кәсіпорын жылына 7200 тонна құс етін өндіреді. Бұл орайда өнімнің 90% ішкі нарыққа жіберілсе, ал 10% сыртқа сатылады. Былтыр президент телекөпір арқылы тұсауын кескен кәсіпорын экспорт көлемін арттыруды көздеп отыр. 2017 жылы 6 желтоқсанда елбасының қатысуымен өткен телекөпірде біздің Жайық ет өңдеу кәсіпорын құс фабрикасы ашылған еді. Бүгінгі таңда құс фабрикасы 100%-ға қуаттылығында жұмыс істейді. Жылына 7000 тонна аяғына дейін өндіреміз. Инвестиция көлемі 4 миллиард 200 миллион теңге құрап, 240 жаңа жұмыс орны ашылған. Батыс Қазақстан машина жасау компаниясында Нұрсұлтан Назарбаевқа кәсіпорынның технологиялық қуаты таныстырылды. Зауытта жасалған қорғаныс өнімдері, атыс қаруы мен оқтары үлгілері көрсетілді. Бұдан соң Нұрсұлтан Назарбаев үй құрылысына қажетті қалың қабырғаларды шығарумен айналысатын өңірдегі іргелі кәсіпорынның жұмысымен танысты. 2 ай бұрын ғана іске қосылған кәсіпорын жылына 1 миллион шаршы метр үй жабындыларын шығаруға қауқарлы. Мы были порядка 10 лет поставщиками. Біз 10 жылдың көлемінде Батыс Қазақстанға сэндвич панельдер тасымалдап келдік. Кейін бизнестің жол картасы бағдарламасының тиімділігін пайдалана отырып, өндіріс ашуға да бел будық. Инвестиция көлемі шамамен 1 миллиард теңге. Қазір Қазақстанда құрылыс саласының қарқыны зор. Оның үстіне 7-20-25 бағдарламасы жақын арада іске қосылса, біздің өнімге деген сұраныс еселеп өседі. 2 ай болды осы цехқа ауысқаныма, сэндвич панельге. Бұрын басқа цехта металл черепица жабынында жасадым, 8 жыл бойы станокта. Жұмыс орнымыз өте жақсы, разымыз барлығына да.
Өңірдің дамуы, елдің дамуы, оның үстіне Батыс Қазақстан геосаяси маңызы зор шекаралас аймақтардың бірі. 7-20-25 бағдарламасын жүзеге асыруға биыл өңірде 13 миллиард теңге бөлініп отыр. Бұл біршама батыс қазақстандықтар баспаналы болады деген сөз. Облыс орталығы Оралды халыққа қолайлы әрі жайлы ету жолында көп жобалар жүзеге аспақ. Қала әкімінің есебін тыңдаған елбасыны орталық алаңында облыстың зиялы қауымы қаумалап алып, ақжарма тілектерін жеткізді. Сізге сәттілік тілеймін. Әрдайымда біздің Қазақстанымыз көркейе берсін, еліміз аман болсын. Президент оқушылар сарайында бас сұғып, шымыр атану үшін шынығып жүрген балғын боксшылармен де емен жарқын әңгімелесті. Жас былғары қолғап шеберлері болашақта осы Батыс Қазақстан облысының тумасы, Рио Олимпиадасының чемпионы Данияр Елеусінов сияқты әлемдік жарыстарды топ жаруға уәде етті. Мен болашақта Шоқыр Бөлтекұлы, Серік Қонақбаев және Данияр Елеусінов сынды ағаларының жеңімпаздық жолдарын жалғастырып, Олимпиада чемпионы болған серт етемін. Мемлекет басшысына өңірде денсаулық сақтау және білім беру саласында жүзеге асырылып жатқан цифрландыру жобалар таныстырылды. Биыл өңірде 92 елді мекенді интернетпен қамту жұмысы басталмақ. Елбасы бұл жөнінен Батыс Қазақстан облысының алда екендігін атап өтіп, осы бағыттағы жұмыстарды жалғастыра беру қажет деді. Содан соң Нұрсұлтан Назарбаев бір топ жаңашыл жастармен де кездесті. Олардың ішінде 1991 жылы президент өзі есімін қойған ұшқыш жігіт те бар. Өзіңіздің аты қойған азамат мен. Есім Нұрсұлтан. 26 жыл бұрын осы Аңқаты өңірінде іс-сапармен келген кезде есімін қойып кеткен. Сол кісі елбасы келіп. Нұрсұлтан деп есімімді қойып, туы туралы куәлігіне өзі толтырып жазып кеткен. Нысандарды аралап болған соң Нұрсұлтан Назарбаев өңірдің экономикалық дамуын қорытындылайтын жиынға қатысты. Ақжайықтың атқамінерлері мен халқы бірігіп атқарған істерге елбасы 10 бағасын берді. 2 жылдан бері қарай жол түспеді Оралға қарай. Бүгін әдейі Ресейден келе жатқан жолда тоқтап, облыстың жағдайымен таныстым. Өндірістерді араладым. Біраз бесеуін көрдік. Ауыл шаруашылық өнімдерін өңдейтін завод, құрылыс материалдары, жиһаздар жасайтын заводтардың барлығын көріп, елмен сөйлестік. Жастардың сарайында болдық, жаңа салып жатқан алаңда болдық. Жалпы бір қарағандағы айтатын мәселе облыста өте жақсы жылжу өнім бар. Қазақстандағы ең жас облыс әкімі президенттің болашақ бағдарламасының түлегі Алтай Көлгінов жайықтағы жақсы істерді президентке баяндап берді. Орталықта қабылданған мемлекеттік бағдарламалар өңірде орындалып, халықтың өмір сүру сапасы жақсарып жатыр дейді әкім. Мысалға өткен жылы 36% болды шалғайдағы ауыз су орталықтандырған сумен. Сіздің тапсырмаңызға сәйкес қаражат үкіметтен қомақты бөлінді. Өткен жылы 50 елді мекенге су бердік, биыл тағы да соншама су береміз, сонда нәтижесінде 45% сумен қамтылған болады. Өңірде кәсіпкерлікпен айналысатындардың саны бір жылдың ішінде 5000-ға көбейген. Сөйтіп, Батыс Қазақстан облысында бизнестің жалпы өнім саласында көрсеткіші 42%-ға жеткен. Бұл Астанадан кейінгі жоғарғы көрсеткіш. Алайда бұл саладағы теңсіздік президенттің назарынан тыс қалмады. Город Уральский, Бурлинский район производит 90% всей продукции малого и среднего бизнеса. На все остальные районы и города остается 10%. Так? 11 районов выпускают 10%. Наверное, есть какие-то трудности, но используя возможности, которые государство дает, с этим, чтобы там тоже было производство, там тоже люди, чтобы работали, чувствовали. Өңір үшін өзекті мәселенің бірі жолдың жайы. 12 ауданның үшеуінде тас жол мүлдем жоқ. Әсіресе көктем мен күзде шалғай ауылдардың халқы жол азабын тартып келеді. Биыл Қазталов ауданына дейінгі жолдың қалған 30 шақырымына асфальт төсеу көзделген. Одан арғы Жәнібек, Бөкей Ордасы аудандарының ара қашықтығы 300 шақырым. Президент жол құрылысын шетелдетуді үкімет пен жергілікті билікке нықтап тапсырды. Сендер қараңдар, мен үкіметке тапсырма бердім. Қаражат шығарып, биылғы жылы қанша салу керек? Ол үлкен жол емес қой, даңғыланды. 5-6 полоса болатын. Кәдімгідей аудан арасында екі жолақты жетеді жүретін жақсы жол болу керек. Әсіресе Бөкей Ордасына біз туристерді апарамыз деп отырмыз, көрсетеміз деп отырмыз. Қалай апарамыз ол жерге? Ол Ресейге бізден жақын. Сондықтан осы мәселені қолға алып шешеміз.
Қазақта кіндіктен ажырамау деген тіркес бар. Бұл тіркестің тереңінде туған жерге деген сүйіспеншілік сезімі жатыр. Президент сапары барысында батыс қазақстандықтарды туған жерге жақсылық жасауға шақырды. Вот это надо работу продолжать, это очень важно. Во-первых, для людей важно, и для родного села важно. Даже я в своем, хотя для меня весь Казахстан родное село, все равно я в своем ауле через своих родственников я сам строим физкультурно-оздоровительный комплекс, например. Вот Альбек Раскельдинович, они вот вдвоем сидят, уроженцы Астаны, они тоже там строят социальные объекты. То есть все этим занимаются, поэтому я их обратил внимание не только. Наоборот, это приятно будет. Благодарность елдің рахметін алып жатыр. Батыс Қазақстан облысы еліміз үшін ең елеулі өңірлердің бірі. Негізгі себебі шекарада тұр, яғни геосаяси салмағы басым. Демек, бұл өңірдің экономикасы қуатты, әлеуметі мығым, ал руханияты бай болуы шарт. Президент өзінің сапары барысында өңірдегі оң өзгерістерді бағалады, кем-кетігін меңзеді. Тұтастай алғанда батыс қақпа берік тұр. Гүлжан Марқабаева, Еділ Ермекбаев, президент телерадио кешенінің көмегімен Батыс Қазақстан облысынан 7 күн.